Selam dostlar, бұл менің жексенбі күнім деген видеоның екінші часты болады. Сосын лайк, комментарий, email каналымды жоғалтпау үшін тіркеліңіз. Достар, ертең жексенбі, ал бүгін жексенбі, сол үшін мен шашымды бере алайын, бірақ өте жоқпен емес, носкимен кеттік. Так, достар, маған шықты екі носкиден біреуді таңдау керек, әрине Розовин таңдаймын. Опа, осы носкиін таңдаймыз. Так, таптым. Бірінші шашта төртке бөледі екенбіз да. Короче, осылай. Так, достар, біріншісін бітті, менде екіншісін жасайын. Міне шықты, короче. Әрін істедім, ол бәрі емес, башы қысып тастайын. Сөйткен түнде ұтатқан кезде шешіліп кетуі мүмкін. Күшті осылай. Енді осы екеуін тура солай істейтін боламыз. Шықты. Осылайынан жүремін. Төрт сағат. Түнде жатар кезде ыңғайлы болады, очень. Еще айтамын да, кішкентай кезімізде осы жасымда маманы жаңа жылға баратын кезде қағазбен істеп беретін маған. Қағаздар емес па, жасында мен орап осылай істеп беретін едім. Ол кезде прям қатты бере алынатын ғой. Так, мынау средний бере алынады, очень. Короче, достар, енді таң атқан кезде сіздерге уже шешіп көрсететін боламын. Мен қазір ұйықтайын десем 18-ден 33 кеткен әлі ерте. Бірақ азанға кеттік. Азанда көрсетем, обязательно көрсетем. Достар, мен жонып сөйтіп алайын. Достар, осылайынан мен егерде шашым шешінесем, уже алттан 48 етем, әлі менде ерте, сол үшін 7-ден бәле кеткенде шешем. Достар, мен шашымды шешейін деп жатыр. Уже 7-ден 9 кетті, бірақ мен шеше берем. Ал кеттік, бірінші ана шашым шешем. Достар, енді мен бүкіл шашым шешіп алайын. Осылай күшті шықты. Егер де сіздерге осы видеоны ұнаса, лайк, комментарий, менің каналымды жоғалтпау үшін тіркеліңіздер. Всем пока!